Көк түтінге тұншығып жатырмыз. Қарағандының қақ ортасындағы көп қабатты үйдің тұрғындары дәл іргеміздегі дәмханадан тараған жағымсыз иіс пен шулы дыбыс шырқымызды бұзды деп дабыл қағуда. Тіпті осының кесірінен халықтың дені ауруға шалдығып, күнде жедел жәрдем шақыруға мәжбүр көрінеді. Елдің жан айқайын әріптесім Азамат Серікхан тыңдап қайтты. Я здесь 6 месяцев, и мне уже бронхиальную астму ставят. Вчера вызывали буквально скорую помощь женщине. То же самое. Тұрғындардың дәмханадан тарайтын кальян түтіннен тынысымыз тарылды деп дабыл қағып келе жатқанына 2 жылдың жүзі болған. Бұл аз десеңіз қас қарайғаннан таң атқанға дейін ойнайтын музыка даңғырлағынан түнде тыныш ұйықтаудан қалдық дейді ашынған жұрт. Күнде осында музыка, күнде не естілет бәрі. Темекі, жай темекі емес, кальян деген. Өтірік бізге айтады, что это жоқ, кальян жоқ. Дәмхана қожайыны халықтың уәжін жоққа шығарып, ешқандай кальян өнімі жоқ деп дес бермеді. Ал тұрғындардың шағымынан кейін полиция қызметкерлері тексеріс жүргізіп, дәмхана жертөлесінен аталған құрылғының бар екенін анықтаған. Құзырлы органнан бір емес, 10 рет әкімшілік жазаға тартылған кәсіпкер сонда да тағылған айыпты жоққа шығарудан танбай отыр. То есть мы ни в коем случае не нарушаем закон. Бізде барлығы заң талаптарына сай, ешқандай кальян өнімдері де жоқ. Ал мына желдеткіштің орнын ауыстыруға ниеттіміз. Қазір халықтың қолын жинауға құжаттар дайындап қойдық. Бірақ тұрғындар бізге қарсылығын білдіріп отыр. Одан бөлек санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары дәмханадан шыққан шу нормадан тыс деген шешім шығарып отыр. Онда мына жаңағы жедел жүйесіндегі бұзушылықтар бар екені анықталды. Сол бойынша акт толтырып, нұсқама беріліп, мына әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425 бабының 1 бөлігі бойынша хаттама толтырылды. Мезі болған жұрт бұл бассыздық тыйылмайынша соңына дейін күресеміз деп бекініп отыр. Жауапты органдардан қайыр болмаса, үкімет деңгейіне дейін шағымданудан тайынбаймыз дейді. Азамат Серікхан, Еркебұлан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.